Бәріне сәлем, сіздермен бүгін Хан Бүркіт, моушн дизайнермін. Бүгін біз сіздермен логотипке анимация жасайтын боламыз. Біздің бір көріп, біліп, үйреніп аламыз. Біз алдымен мынау материалымызды After Effects бағдарламасына жүктейміз. Осы жүктеген соң, мына жерден біз маска жасап аламыз. Маска жасап, біз логотипімізді қысқарттық, және де эффектіға барып, өйткені бізде логотип PNG форматта емес, не формат? PDF форматта беріліп тұр, сондықтан біз бұны артын фонын тазалап алайық. Бұл үшін K-Light өзін таңдаймыз, және міне бір батырма ұшы бізде бірден көріңіздер ғой. Логотипті қиып алдық. Енді осыған анимация жасайтын боламыз. Анимация жасау үшін енді біз бұны дубльдеп алуымыз керек. Яғни Command D батырмасымен үш рет дубльдедім мен. Бірінші бізге мына жердегі кішкентай ғана не керек. Екінші бізге мына элемент керек. Үшінші бізге үшінші элемент бізде жазу болсын. Сіздерге қиын болмас үшін мен жеңіл нәрселер жасайтын боламын. Қабылдап үйрену үшін, кейін қайталап жасап көру үшін. Мына жерде бірінші біз мынау домалақты лестницадан секіріп келе жатқан сияқты анимация жасағымыз келеді. Сондықтан да бұны аламыз біз. Енді біз оны істеу үшін мына жерде көріп тұрғандарыңыздай пи батырмасын басып, положениесін қойып аламыз. Положениеде болу үшін осы жерге ключ қоямыз, яғни мына батырманы басамыз. Кейін бірінші 0,5 секундта бізде қайда болу керек екен басамыз. 0,5 секундта бізде мына жақта болу керек. Енді ортада примерно осы жерде болу керек. Дұрыс. Осы лестницаға секіреді. Мына лестницаға секірсін. Сосын мына лестницаға секіреді. Екі лестницаға болады бізде сонда. Бұл жерде плайнан қойған. Сол кезде бізде мына тық секіргендей болады. Екінші мына жерде тұрсын, одан биігірек секіреді. Тұра қалсын бірден. И потом мынау бізде плавностьқа жауап береді, яғни анимация, трек анимация жолы мынау бізде. Енді бізде мына жерде көріңіздер ғой. Хоп деп мына жерде бүйтіп жылжып кетіп жатыр. Ал топ секірген кезде олай секірмейді. Мына жерде бізде демек мына жер мынандай болу керек. Бұл бізде жаңағы мына жерде пен тулдың трек жолындағысын алып тастады. Базия дейді ғой. Қисықтығын алып тастадық та. Тық. Өте жақсы. Енді мына точкасын алып тастаймыз. Сол кезде тық түседі. Енді бұған біз бұлайнан не қоямыз? Плавность қоямыз. Плавность қою үшін ключевой эффект и плавное ускорение қояйық. Жық. Екі рет секіреді. Енді не көрдің? Анимация былай шықты. Анимациямыз. Енді бұл анимацияға біз motion blur деген қосуымыз керек. Бұл бізде шамалы размытие береді. Видеомызды әдемі көрсетеді. Мына жерде motion blur'ды басамыз. Шамалы blur пайда болды. Blur деген размытие, бұлдырлап тұрады. Мына жерде scale шамалы тесті қосамыз, өйткені бұл анимацияның заңдылығы
мына жерге барған кезде мына жерде шамалы кішкене с былайдан болу керек, кішкене сопақ болу керек. Орнына точкаға барған кезде қайттан орнында болу керек ол. Көрдіңіздер ғой? Түскен кезде қайттан шамалы кішкене сопақ болады. Көрдіңіздер ғой? Мына точкаға барған кезде қайттан бізде бәрі 0 болу керек. Келесілерге де солай. Допустим, шöyle шамалы scale жасап, мына жерге барған кезде қайттан 0 болу керек ол. Мына жерде қайттадан ол шамалы scale көп болады. Мына жерде қайттан 0 болады. Енді көріп тұрғандарыңыздай біз осы логотиптің бір жол К әрпі мысалы айтқанда сол жерге анимация жасауымыз керек. Ол үшін осы маска М батырмасын басамыз. Осыған контр анимация дегенге қойып қоямыз. Ключ қойып қоямыз. Ол екінші секундта тұр примерно. Бірінші секундта бізде ол мына жерде болу керек. Бізде ол былай болу керек деген. Бізде көрдіңіздер ме, бізде маска көрінбейді. Былай ашылады. Секіріп келеді. Ашылды. Енді бұл ұзақ болып тұр. Біз деген бұл плавно қыламыз. Кадрымыздың ускорениемен плавно болу керек. Және мына жақтан картаны ашып, бұл бізде графиктермен жұмыс жасаймыз. Давайте оставим все. Ставим ключ. Енді мынау кітап марафон дегенді жоғарыдан төмен қарай түсіре салайық. Ол үшін осы кітап марафонды басып аламыз. Осы маскасын қойып алайық қайтадан. Енді осы жерден бізге маска жоғарыдан төмен қарай түсу керек. Кітап марафон деген сөз түсу керек. Демек біз үстіне Байынан қарапайым әшейін әппақ нәрсе жауып қоямыз. Бұл әппақ фигура. Осы фигураны біз үшінші тұр, мына жерде тұр, бізде әріптеріміз осының үстіне қоямыз және подложка альфа каналы слой 1 дей саламыз. Көрдіңіздер ме? Енді міне осы слойдың астында тұрғандықтан ол бізге көрінеді. Осы слойдың астында тұрғандықтан бізге көрінеді. Енді біз осыған анимация жасаймыз. Положение қоямыз, тағы да екінші положениені жоғары жаққа қоямыз. Сол кезде бізде былайынан түсетін болады. Жалпы анимация. Болды. Қарапайым ғана анимация бізде открывашка дейді. Сіздерге түсініктірек болу үшін бұл After Effects бағдарламасы. Бұл жерде анимациялар жасалады, киноэффекттер жасалады, негізі эффекттер болса айтып тұр. Жаңағыдай спецэффекттармен жұмыс жасайды. Өзінің преимуществосы өте көп. Қазіргі таңда бұл Adobe платформасында барлық семейка Adobe дейді, сода жұмыс жасайды. Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro бәрі бірге болады. Сіздерге көріп үйренуге кеңес беремін. Жақсы кәсіп, жұмыс, қызық, сәттілік.